Баршаңызға сәлем. Бұл бізде математика пәнінен ашық сабаққа дайындалған тапсырма болатын. Яғни балалар ұяшықты таңдау арқылы ол жердегі есептерді шешіп, артынан шыққан сурет бойынша тақырыпты болжайтын болады. Яғни кез келген ұяшықты таңдаған кезде осындай есеп шығады. Есептің жауабын дұрыс тапса, осылай артындағы суреттің бір бөлігі шығады. Бұл пазл сияқты кез келген пәнге қолдансаңыз болады. Мысалға тарих пәнінен қолданатын болсаңыз, есептің орнына сұрақ қоюға болады. Осылай ұяшықтардың барлығын ашқан кезде артындағы суретті көре аламыз. Және осы сурет бойынша осындай шағын мәлімет беріп кетуге болады. Бұл тапсырманы жасау кезінде бізге анимацияны дұрыс қою керек болады. Яғни ең бірінші осы алғашқы тұрған фигураның үстінен басып, формат бөліміне кіріп, область выделения кіреміз. Мен 1-ден 9-ға дейінгі сандардың фигурасына осылай 1-ден 9-ға дейін атау беріп шықтым. Бұл өзіңізге жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Және осы фигураның астындағы фигураларға, яғни есеп берілген фигураларға да атау беріп шықтым. Оларға 1-де 1, келесі фигураға 2-де 2, 3-де 3 деп барлығына осылай қойып шықтым. Енді қараңыз. Бірінші осы бетінде тұрған фигураларға анимация қойып шығамыз. Алғашқы тұрған 1 деген фигураға басамыз, анимация бөліміне кіреміз. Добавить анимацию дегенді басамыз. Бұл жерде бізде уменьшение деген болу керек. Дополнительныйге кіреміз. Осының ішінде уменьшение с поворотом дегенді басамыз. Окей дейміз. Триггер қоямыз, по щелчку дейміз. 1 деген санды таңдаймыз. Тексеріп қарасаңыз болады. 1 дегенді басқан кезде осылай кішірею керек. Барлық 1-ден 9-ға дейінгі сандарға осылай анимация қойып шығасыз. 2 деген санның үстінен басасыз, анимация бөліміне кіресіз, добавить анимацию басасыз, дополнительные эффекты выхода деген басасыз, уменьшение с поворотом деген басасыз, триггер қоясыз, по щелчку 2 дегенді басасыз. Келесі 3-ші фигура, добавить анимацию, дополнительные эффекты выхода, уменьшение с поворотом, окей дейсіз, триггер қоясыз, по щелчку дейсіз, 3-ті басасыз. Осылай барлық фигураларға қойып шығасыз. Қойған сайын тексеріп отырсаңыз болады. Осылай бізде есептер ашылады. 1-ден 9-ға дейінгі фигураларға мен анимациямен триггерді қойып шықтым. Осылайша алдыңғы фигуралар бізде дайын болды. Енді астындағы сандарға да біз анимация қойып шығамыз. Мына 1-ден 9-ға дейінгі сандарды осылай жанына қоя тұрсаңыз болады. Бірінші тұрған фигураның үстінен басамыз, добавить анимацию бөліміне кіреміз. Дополнительные эффекты выхода дегенді басып, осы жерден падение дегенді тауып аласыз. Окей дейсіз. Триггер бөліміне кіресіз. Біз бана астындағы фигураларға 1, 1, 2, 2 деп қойып шыққан болатынбыз. Атауларын сол жердегідей 1, 1 дегенді басасыз. Тексеріп қарайсыз, яғни осы фигураның үстінен басқан кезде ол астына кетіп қалу керек. Осылайша барлық фигураға падение деген анимацияны қойып шығасыз. Триггерді басасыз, 2-ні қоясыз. Келесі 3-те 3 фигурасына дополнительный эффекты выходын басасыз. Падение дегенді қоясыз. Окей дейсіз, триггер, по щелчку 3 дейсіз. Осылай барлығына қойып шығамыз. Астындағы санмен қойылған фигуралардың бәріне мен падение деген анимацияны қойып шықтым. Тексереміз. Яғни осы есепті шешкеннен кейін үстінен бассаңыз, осылай біздің суретіміз ашылады. Енді мына фигураларды кері орнына қоямыз. Сонда біздің тапсырмамыз дайын. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жалпы осы жердегі дайын сабақтарды сатып алуға болады. Ол үшін төменде тұрған нөмірге хабарласып, толық ақпарат біле аласыздар.